Заң бұзған азаматты тәрбиелейтін бірден бір құрал еңбек. Еңбек республикалық мемлекеттік кәсіпорын түзеу мекемесінен шыққан азаматтардың жұмыс тауып, қоғамның белсенді мүшесі болуына атсалысып келеді. Сонымен қатар кәсіпорын түзеу мекемелерінің тұрмыс тіршілігін қамтамасыз етеді. Атап айтқанда колониялардағы жылудың жайы, сотталған азаматтарды азық-түлікпен қамту секілді сан алуан қызмет бар. Бақытолла Сейітханов 2015 жыл жазасын өтеп бостандыққа шыққан. Жұмыс таппай ұзақ сенделді. Ақыры еңбек мемлекеттік кәсіпорнына келіп, өз бизнес жобасын ұсынды. Кәсіпорын қолдауымен идея іске асып, қазір ауыр көлік жөндейтін білдей бір цехтың иесі атанды. 3 азаматқа тұрақты жұмыс тауып берді. Жаңа бастап жатырмыз. Машина онда бір-екі машина шығарып жатырмыз уже. Онда бәрі міне еңбек павлодардың арқасы. Кез келген азаматтың түрмеде өткен өмірі оның болашағына кедергі болмауы тиіс. Еңбек кәсіпорынның басшысы Дәулет Айтжанов осындай пікірде. Кәсіпорын 1998 жылдан бері түзеу мекемесіне түсіп қалған азаматтардың жұмыс табуына, кәсіби білім алуына қолғабыс етіп келеді. Бүгінде 13 өңірде бөлімшесі бар. Осының саны 4000-ға жуық жазасын өтеуші еңбекпен қамтылды. Жазасын өтеп шыққаннан кейін біздің азаматтар жұмыс таба алмайды. Өздеріңіз білесіздер, оларға, ондай адамдарға қоғам қалай қарайтын. Сондықтан осы былтырдан бастап жаңағы министрдің тапсырмасымен біз осы мәселені көтеріп отырмыз. Қазіргі ескі ғимаратта тігін фабрикасын ашсақ деп, соны қазір күрделі жөндеу өткізіп жатырмыз. Жазасын өтеп шыққандарға арнаулы жатақхана еңбек кәсіпорны қазір елордада осындай бастаманы қолға алды. Дәулет Айтжанов өзге облыс орталықтарында да осындай мекеме ашуды жоспарлап отыр. Ғабит Бөкенбай, Аршын Ахмет, ұлттық арна.